Сәлеметсіздер ме? Автомобиль көліктеріне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану мамандығы студенттеріне автокөліктердің электрлік құрылғыларын жөндеуші электриктің жұмысы, өндірістік іс тәжірибесін ұйымдастыру және жүргізу. Өндірістік іс тәжірибесінің мақсаты студенттердің алған теориялық білімдерін бекіту және жетілдіру болып табылады. Студенттердің теориялық алған білімдерін өндірісте пайдаланылуы бұл автоэлектрик мамандығын дайындаудың негізгі сатыларының бірі болып табылады. Студенттер өндірісте, өндірістік іс тәжірибесінде олардың тәжірибелік білімі жүзеге асады және кәсіби сипаттамаға сай студенттер өндірісте тәжірибелік жұмысты үйренген кезде оларда кәсіби дағды, біліктілік қалыптасады. Және нақты бір кәсіпорындарда, мекемелерде үйренген білімдерінің есебінен оларда жағы білім тереңдесе түседі, кеңейеді және жүйеленеді. Және заманауи автокөліктерді, техникаларды игереді. Өндірістік іс тәжірибенің міндеттері бұл автокөлік агрегаттары мен тораптарының құрылысы және құрылыстық ерекшеліктерін тәжірибеде үйрену, автокөліктің электрлік жүйелерінің ақауларын анықтау, техникалық қызмет көрсету, жөндеу, оларды жинау, бөлшектеп жинау әдістерін үйренеді. Және автокөліктердегі өндірістік іс тәжірибесінде студенттер жөндеу технологияларын, құжаттарын, стандарттарды, жөндеудің нақты ережелері мен әдістерін білу және олар жөндеу жұмыстарына тікелей қатысуы болып табылады. Студенттерді өндірістік тәжірибеге кәсіпорындарға жіберу келесідей тәртіпте орындалады. Кәсіпорын мен колледж арасында екі жақты келісім шарт түзіледі, бұйрық шығарылады. Өндірістік іс тәжірибесін тәжірибе жетекшісі басшылық етеді. Өндірістік іс тәжірибеге шықпастан алдын тәжірибе жетекшісі студенттерге өндірістік іс тәжірибенің мақсаты, мазмұны, қауіпсіздік техникасы ережелері және өндірістік тәжірибенің барысы және соңғы нәтиже турасында жалпы түсініктеме береді. Өндірістік тәжірибеге барудан алдын өндірістік тәжірибе жетекшісі студенттерге қауіпсіздік техникасы ережелері, еңбек санитария ережелері, өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқаулықтар береді. Бұл өткізілген нұсқаулықтар қауіпсіздік техникасы жөніндегі журналда жазылады. Нұсқаулық алған студенттер де, нұсқаулық берген тәжірибе жетекшісі де өз таңбаларын журналға қояды. Және өндіріс жетекшісі жалпы студенттерге, өндіріске баратын студенттерге баратын ұйымның жұмыс тәртібі, оның жұмыс принципі, жағы құрылысы бойынша барлық мәліметтерді береді. Енді өндірістік іс тәжірибеде автокөліктердің электр құрылғыларын жөндеуші электриктің жұмысы бойынша мынадай тәртіпте жұмыстар апарылады. Автокөліктердің электр жалпы жүйесін, демек оларға техникалық қызмет көрсету, олардың
бөлшектеу, жинау, ақауларын анықтау бойынша жұмыстар апарылады. Атап айтқанда, аккумулятордың құрылысы, аккумулятордың мүмкін болған ақаулары, оны анықтау әдістері, ақауларды жөндеу әдістері, электролиттер дайындау, электролиттің тығыздығын анықтау, өлшеу әдістерін үйрену, жалпы аккумулятор бойынша қандай білім алған болса, соның тәжірибеде өтіп шығу. Одан кейін генератордың жұмысы. Енді негізгі ток көздері аккумулятор, жаңағы генератор, бұл генератордың құрылысы бойынша оларды бөлшектеп жинау, генератордың ақауларын анықтау, жөндеу, сол сияқты стартердің негізгі қозғалтқышты іске жаңағы кіргізуші, ішке салушы, демек ол стартер болып есептелінетін болса, стартердің жаңағы автомобильдің құлпы мен автомобильдің оталдыру жүйесі, тұтандыру жүйесінің, одан стартерден кейінгі келетін, демек тұтандыру жүйесі, оталдыру жүйесінің барлықтарының жаңағы бөлшектерін тәжірибеде үйреніп, қызметтерін анықтап, олардың мүмкін болған ақауларын анықтап, ақаулардың себептерін анықтау, және ол ақауларды жөндеу, және бөлшектеп жинау жұмыстарын алып барады. Енді оталдыру жүйесінен басқа мұнда жарықтандыру жүйесі бар, жылыту жүйесінің қондырғыларын, одан кейін жалпы дабылдау жаңағы жүйесінің жалпы теориялық сабақта өтілген жұмыстарын, демек практикада тәжірибе іс жүзінде сол жұмыстарды орындайды. Қош, сау болыңыздар.